Иә, сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрдәулет. Бүгін біз деген Наруто шторм деген ойнайтын боламыз. Бұл міне мынау сары бала жайлы. Бұл ойын 2013-те шыққан ойын. Бұның досын таңдай кезіндегі қарсылас досы ғой енді. Иә достар, бұл мультфильмді көрген шығарсыздар. Иә, болмаса көрмеген шығарсыздар. Бірақ осы видеоны қарап отырып, осында қарағыларыңыз келіп кететініне мен сенімдімін. Және де осыны етіп алыңыздар. Қасық балақ. Мен де басында қысқам. Қазір ұзақ уақыт өткеннен кейін ба осы ойынды 1 жылдай ма ойнадым ғой. Сондықтан маған қазір өте қызық емес. Қазір менде PES 2017 ойнап жүрмін сондықтан. Сосын PES 2016-да қалай ету керектігін сіздерге үйретемін мен. Үйретемін дегенде көрсетемін деген ғой. Деген қазір Учихалар жерінде туғыз жатыр. Учиха Итачи. Бұл Нарутоның жынданған кезіндегі бәлесі бар. Сап-сары бірдемесіге айналып кетеді, сондаймен шығады ғой. Ал мынау біз төбелесіп жатқан оның ұстазы Какаши сенсей дейді. Кішкентай кезінде бұл бала ақымақ болды. Оның бір Саске деген досы болды. Ол деген енді бір мықтылды. Осыдан мықтылау болды. Мықты болса да бұл онымен достасып жүрді. Бірақ оның мықтылығын бұл көбінесе көре алмай, одан мықтылау болғысы келіп жүрді. Көре алмай дегенде бақталас екеуі. Содан кейін ол Саске Учиханың Учиха деп болған не? Аручимароның несіне қақпанына түседі, мойнынан немен тістетеді ғой. Содан кейін сол Аручимароның бұйрығы бойынша ол кетіп қалады. Ал мына бір сары басты Наруто сол кімді Саскиді іздеуге шығады. Бірақ Саскиді осындай өскен кезінде табады, екеуі төбелеседі. Кішкентай кезінде төбелеседі. Екеуі беріспейді, бірақ ең соңғы төбелесінде Наруто мен Саске достасады, бірақ екеуі соңғы төбелесінде бір-екі екеуінің қолдары кетеді. Саскидің сол қолы, Нарутоның оң қолы кетеді. Шабылып, короче. Расинган мен не Читориді соғыстырады ғой. Неджим мен Саске қайсы отады екен? Саске. Екі дос шығайын деп жатыр, және де екі жау. Жау дегенде екеуі дос негізі. Бірақ ол негізі Наруто өсеуірі Саскиді өзіне қайтару үшін төбелеседі. Қайтару үшін бәріне барады. Я, финал. Мен мұны ұзақ қалған жоқ. Келесі видеода осыны целый, короче, ұзақ түсіретін боламыз. Және де осы жерде
кімдер төбелескенін айта кетейін мен. Осы Саски мен оның ағасы төбелескен осы жерде. Сусано. Бұл да бір мықты күштердің бірі. Расинган. Не, Расинган деген осы. Расинган мен Чидориді соғыстырады. Екеуі кітте кезінен бастап болса Расинган ба, әлде Чидори ма, екеуі қайсысы мықты екенін біле алмай жүр. Бірақ екеуінің күші бір. Ал мынау Наруто көмектесіп жүрген осындай үлкен бомбалар шығарып жүрген ол двестихвостый. Қазақша айтқанда 9 құйрық. Міне. Ол мынау. Корама аты. Бұның аты Корама, түлкі. Осы түлкі кезінде Нарутоның әкесін өлтірген. Ол Саски андайымдағы өлей бермейді. Ол деген кезінде Дайдараның бомбасынан аман қалған бір бала. Ол кезінде бұл бала болды. Бала дегенде жас. Не, ол да өлді. Уақыт созып жатқанша одан да осылай Корамамен өлтіріп тастамаймыз да. Не, осы екеуі соғысып жатқан кез ол кезде. Біз ұттық. Наруто. Саски. Алтын белгі. С. Иә, достар, міне, чемпион біз ұттық. Достар, сіздермен бірге болған мен, Нұрдәулет, келесі кездескенше сау болыңыздар.